Декреттегі әйелдер неге өзін жоғалтады? Декрет сырттан қарағанда тәтті кезең сияқты, бірақ шындық әр әйелдің жүрегінде жасырын күрес бар. Біреу үнсіз шаршайды, біреу өзімен өзі алысады, ал біреу тіпті мен жоғалып бара жатқандаймын деп сезінеді. Бүгін мен сіздерге бір әйелдің әңгімесін айтамын. Мүмкін бұл олардың ғана емес, сіздің де көңіл күйіңіз шығар. Декретте отырғаныма 1 жыл 2 ай болды. Декрет мен үшін деградация сияқты. Өзімді бәрінен қалып қойғандай, дамымай артқа кетіп бара жатқандай сезінемін. Осы сөздерді оқығанда көп ана іштей, «Я, дәл мен ғой» деп ойлап қалуы мүмкін. Өйткені декрет тек баланың тәтті иісі ғана емес, декрет бір сәтте өмірің өзгеріп кететін кезең. Кеше сен жұмыста болатынсың, сөйлейтін адамдар, жоспар, мақсат бар еді. Ал бүгін бір үй, бір бала, бір режим. Алғашында жақсы көрінеді, бірақ уақыт өте келе әйел өзінен өзі алыстайды. Тұлғалық дамуы тоқтап қалғандай болады. Жан дүниесі босап, қабілеттері өшіп бара жатқандай әсер етеді. Бұл көптеген ананың үнсіз шындығы. Тағы да бір әңгімені тыңдап көрейік. Мен 5 жыл декреттемін. Басында қатты мән бермедім, бірақ ақшалай қысым болды. Өз қалағанымды ала алмай жүрдім. 5 жылдың ішінде тағы 2 бала дүниеге әкелдім. Қазір ұлым 5 жаста, біреусі 1,5 жаста. Организм мені шаршаған, стресте екенімді айтып жатыр. Ұйқысыздық, жүйке, зуыт. Жұмысқа шықсам деймін, баламды қарайтын адам болса. Бұл тек сөз емес, бұл 5 жыл бойғы жиналған ауырлық. Әйелдің шаршаған психикасы, қалжыраған денесі, құлаған энергиясы. Қоғам ана болу бақыт дейді. Я, бақыт, бірақ ана да адам. Оның да арманы, қажуы, мүмкіндігі, әлсіздігі бар. Декретте отырып әйел көбіне өзін жояды. Өйткені үнемі бала, үй, жауапкершілік, бір сәтте де тоқтамайтын жұмыс, бірақ бұл жұмысқа ешкім баға бермейді. Әлеуметтік ортадан алыстау, ешкіммен сөйлеспеу, өз ойыңмен жалғыз қалу, қаржылық тәуелділік, өзіңе ақша жұмсаудың өзі кінә сияқты болып тұрады. Уақыттың тоқтап қалғандай сезімі, дамудың орнына кері кетіп бара жатқандай әсер. Өз-өзіңді ұмыту, әйел тек ана болып қалады, ал әйел, адам, тұлға деген ұғымдар артта қалады. Енді не істеу керек? Жұмысқа бару міндетті емес, үйде отырғаның да минус емес. Бастысы өз-өзіңді жоғалтпау. Күніне 20-30 минут тек өзіңе уақыт бөлу, кітап оқу, бейнесабақ көру, тыныш кофеңді ішу, жеңіл жаттығу, жай ғана тынығу. Кішкентай бірақ өзіңді дамытатын әрекеттер жасау. Онлайн курс, тіл үйрену, шағын хобби, өз қызығушылықтарыңды қайта ояту. Көмек сұраудан қорықпау, балаға қарап тұратын адам табу бұл ұят емес. Анаға демалыс керек, ана демалса бала да бақытты болады. Сыртқа шығу, әлеуметтік орта, әйел адамға адаммен қарым-қатынас жасау ауадай қажет. Келесі ой, мен артта қалып қойдым деген ойдан мүлде арылу. Әр әйел өз уақытында дамиды. Сен ештеңе жоғалтқан жоқсың. Сен тек бір ерекше миссияны орындап жүрсің. Әйел қай кезде де мықты, бірақ мықтылық бәрін өзі көтеру емес, мықтылық өзіне қамқор болу. Есіңізде болсын, декрет сізді тоқтатпайды, декрет сізге қайта бастау береді. Өзіңізді жоғалтпаңыз, өзіңізді бағалаңыз, өзіңізді тыңдаңыз. Сіз жай ғана ана емессіз, сіз отбасының жүрегісіз. Осымен достар, біздің оқиғамыз аяқталды. Сіз де осындай сезімді бастан кешіріп отырсаңыз, мұнда мына соңғы сөздер сізге мотивация болсын. Келесі видеоларда кездескенше, видео ұнаса, видеоға лайк басып, каналға жазылып қойды ұмытпаңыздар.